Фариза Оңғарсынова 1939 жылы 5 желтоқсанда қазіргі Атырау облысындағы Новобогат ауданына қарасты Манаш ауылында дүниеге келген. Әкесі Оңғарсын Иманғалиев оқыған, балық шаруашылығын алғаш болып ұйымдастырған, жұртына қадірлі азамат болған. Ол Фаризаның кішкентай кезінде қайтыс болып кеткен еді. Ал анасы Халима Иманғалиева арабша хат таныған кісі. 10 баланы дүниеге әкелгенде, өле-өлгенше намазы мен оразасын қаза жібермеген, ауыз әдебиетін жақсы білетін кісі болған. Балаларын да оқу мен білімге баулып, сауатты болуларына үлкен үлес қосқанда осы анасы болатын. Сол заманда бүкіл елді қалжыратқан сұрапыл соғыс тұтастай ұрпақты ерте есейтті. Фариза Оңғарсынованың да балалық шағы сол сұрапыл жылдарға дөп келді. Болашақ ақын бас аяғы 6 жылда жанына жақын 3 бірдей адамнан айырылды. Неше түрлі жоқтауды есі кірмей жатып естіп өссе де, құйтақандай кезінен ақ қайсар мінезімен ерекшеленді. Мектепке бармай жатып, қара таныған бала Фариза кішкентайынан қазақтың жыр дастандарын дауыстай оқып, кейін анасының көңілін аулайтын. Фариза Оңғарсынова 1961 жылы Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтының филология факультетін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша тамамдап шықты. Оқу бітіргеннен кейін ол сол өңірдегі Балықшы, Еркін қала, Октябрьдің 40 жылдық атындағы қазақ мектептерінде дәріс берді. Ол 1966 жылға дейін ауылдық мектептерде мұғалім, содан кейін директор болып жұмыс істеді. 66 жылдан бастап Гурьевтік коммунистік еңбек облыстық газетінің редакциясында әдеби қызметкер ретінде жұмысқа орналасып, журналистік қызметін бастады. Еңбек жолын қарапайым ауыл мектебінде ұстаздық етуден бастаған ақын кейін 1968-70 жылдары Лениншіл жас газетінің редакциясында Гурьев, Ақтөбе және Орал өңірлерінің меншікті тілшісі ретінде жұмыс істеді. Фариза, бұл есім бүгін өрлік пен ерліктің, сыршыл сұлулықтың, ұлылықтың символы. Фариза біреуде болса, бірегей деген ұғымды білдіреді. Оның отты жырлары ұлттың қуанышы да, жұбанышы да бола білді. Фариза ақынның өлеңдерінің құдіреті асау мінез, шалт қимыл мен ащы шындықты жырлады. Әр сөзі мірдің оғындай. Фариза ақын халықтың мұң-мұқтажын көре жүрді, көп мінбеден көтере де білді. Қазақстан мәжілісінің депутаты болған кезде ана мен бала туралы заң жобасын әзірлеп, мәжіліс қарауына алғаш ұсынғанда Фариза Оңғарсынова еді. Жетім көрсең жебей жүр деп, әлеуметтік мәселелер төтесінен қойып, кесіп тұрып, айтып, жазды. Фариза ақын сүйіспеншілік пен махаббатты 28 жыл үздіксіз жырлаған ақын. Бірде оттай шарпитын, енді бірде алапат дауылдай теңселтетін махаббат сезімін басуға, жүрегін жандырмай, жан дүниесін таза ұстап қалуға көмектесетін қандай құдірет күш. Оған да жауапты ақын өлеңдері арқылы берді. Артында өшпес асыл мұра қалдырған қазақтың ақын қызы 2014 жылдың 23 қаңтарында 74 жасында дүниеден озды, ал денесі Астанадағы ұлттық пантеонда Қабанбай батырдың кесенесінің жанына жерленді.